Измена түстері бар ғой бұл жерде, біліп алайық, екіге бөлінеді. Нақты измена жасаған күйеу және де сіздің уайымыңыз, күдігіңіз деп түстер бөлінеді. Бір нәрсені айта кетейік, нақты измена жасап атқан күйеудің түстегі белгісі бұл сіз ойламаған жерден болады. Яғни сізде өмірде бәрі жақсы, араңызда екеу бәрі жақсы, күнделікті өмір сүріп жүрсіз, сізде ешқандай ол измена жасап жүр ау деген уайым жоқ. Кәдімгі өмір сүріп жатсыз. Осындай жағдайда түс көресіз, оның түсінің өзі де измена түстер емес. Яғни ол жерде сіз күйеуіңіздің жаңағы бір қызбен жүргенін, ондайды көрмейсіз. Біреуге телефонға, WhatsAppқа жазып атқанын, түсіңізде мысалы телефонын алып қалсаңыз бір қызын сүйретіп тұрғанын, ондайды көрмейсіз. Измена түстері бұл саналмайды. Нақты ескерту болып келген измена түстерінің екі шарты бар. Оның біріншісі, сіз өмірде ешқашан измена туралы ойламайсыз. Осы күйеу мені измена етіп жүр ау деген мүлде ой болмайды. Екіншісі, сіздің түсіңізде де ол измена жасап жүрмейді. Ол жерде жаңағы айтып өткендей, изменаның түстері өзі бөлінеді тәжірибе бойынша. Мысалы, телефон көру, жаңа іш киім, носки деген сияқты. Бірақ осыны мен алдын видео салғам, измена түстерінің белгісі деп үш нәрсені салсам, маған еркектер, әйелдер жазып жатыр. Бір әйел айтады, мен түсімде дейді, машинамен кетіп бара жатырмын, телефонмен кетіп барамын, әкеммен сөйлесіп отырмын дейді телефонда. Мен оны басқа жауап бердім, айтады, сіз видео салып қойыпсыз ғой, изменаның түстерінің бірі бұл телефон деп. Мен айтамын, ол жерде сен күйеуің бар ма, күйеуің туралы бірдеңе айтып жатсың ба? Яғни ол жерде телефонға бұл үш нәрседе обязательно міндетті түрде күйеу жүру керек. Яғни іш киім, шұлық, телефон бұл жерде күйеу болады және де. Енді сіз носки көріп жатсыз, қасыңызда балаңызды, көршіңізді, бұның бәрі изменаға жорылмайды. Яғни бұл жерде изменаның түстері күйеудің кіруімен және де осы бір айтылған қосымша заттары бар, солары арқылы жорылатын болады. Келесіде енді сіз түсімде измена етіп жүр күйеуім. Түсімде бір қызбен жүр, телефонын ашсам бір қызбен сөйлесіп отыр, түнде тұрып кетсем жаңағы көрпенің астында WhatsAppпен жазып жатыр. Бұның барлығы изменаға жорылмайды. Бірінші бұл жерде айта кететін нәрсе, изменаға нақты, мына күйеу сені алдап жүр, көзіңе шөп салып жүр, біреу бар деп айту үшін нақты дәлелдер керек, ұзақ сөйлесу керек. Себебі исламда біреудің отбасын себепсіз бұзуға болмайды. Біз түс жорушы болғанмен де ол жерде мен мысалы ол қателікке жорылса, ол тып-тыныш жүрген күйеу болса, пенде болғаннан кейін. Сондықтан бұл өте ашықталып, сұхбатпен, көп сұрақпенмен жорылатын нәрсе. Ал енді келесіде түсіңізде измена көріп жатса, бұның екі себебі бар. Түсіңіздегі күйеудің изменасы. Бірінші себебі ол сіздің жаңағы ол күйеу өмірде жасап қойған. Яғни ол измена жасады, ұсталды, сізден кешірім сұрады, тәубе етті, енді ешқашан өмірімде қайталамаймын деді. Және де солай жүр ол. Кәдімгі әке болып, күйеу болып нормально жүр, бірақ сіздің түсіңіздің бәрі измена кетпейді. Бұл күдіктен қалып қойған нәрсе. Яғни бір қателік жасаған адам екінші рет жасайды, мынау тағы да бастап жүр ма деген сияқты өзіңіздің күдігіңізден нақты түсіңізде көре бересіз солайдан изменаны. Екінші мәселе, бұл жерде екіншісі, сіз қалайсыз изменаны. Мен бұл нәрсені жаңағы ойдан шығарып әкеліп тұрған жоқпын. Бұл жерде мен талай қыздардың жаңағы измена етіп жүр күйеуім деген жоруының нәтижесінде пайда болған, бұл тәжірибеден өткен тұжырым. Яғни әйел баласы өзі күйеуінің измена жасағанын қалайды. Енді оның себептері көп, не үшін измена жасағанын қалайтынын. Соның бір ғана себебін айтатын болсақ, ол күдікшіл адам. Өзіне сенімсіз, күдікшіл адам, сол күдігінің бір баланың позициясы болып қалмас үшін, осы күдігі ақталу мақсатында сол күйеуінің өзі измена жасағанын қатты қалайды, тілейді. Мысалы, жаңа ғана бір келіншек түсін жорытты, оның изменаға жорылған жоқ, бірақ ол жаңағы артынан бәрібір жазып қойып жатыр. Мен мына жерде бүйтіп істедім, ол да изменаға жатпай ма сонда дейді. Яғни бұндай түстердің сіздің изменаның екі мәселесі, біз біріншісін айтып жатырмыз ғой, бұл жерде қатты қалайсыз. Яғни ұят болып қалмасын, күйеуімнен ұят болып қалмасын, білмеймін, подружкамнан, құдайдан ұят болып қалмасын, менің изменам ақталса екен, күдігім ақталса екен. Айттым ғой міне мен саған, сен маған измена етіп жүрсің деп айтуым керек деп. Екіншісі ол қорқыныш. Екеуі де сенімсіздіктен шығады. Жаңағы қалап алу да сенімсіздіктен, қорқыныш та сенімсіздіктен, өзіне сенбейді адам. Содан қорқынышы, мынау мен қашан измена етіп қояды екен, мен деген андаймын ғой, мындаймын ғой, менен ол маған осы деп айтты ғой, енді менен күштісін тауып алатын шығар деген қорқынышпен ол күтеді. Осы измена жасап қорқынышым ақталса екен деп. Енді қорытынды айтқан кезде нақты изменаның түстері
Оның екі шарты бар. Бірінші, сіз оның измена жасап жүргенін ойламайсыз. Екіншіден, ол сіздің түсіңізге нақты измена етіп жүр деп кірмейді. Бұл бір жорулармен келетін нәрсе. Ол деген неге олай? Себебі біз айтамыз, сүйінші ескерту бабында түстер болады. Сізге бір нәрсені түсіңіз ескерту үшін, Алла тағала сізге ескерту үшін, сіз оны білмеуіңіз керек. Мысал ретінде, адам өзі білетін нәрседен ескертіп алмайды. Мысалы, сіз бүгін күн жаңбыр, картадан қарап алдыңыз, бүгін жаңбыр жауады екен, мен зонтигімді алып шығайын, дождевигімді алып шығайын деп айтасыз. Егер бұндай жағдайда сізге әлбетте түсіңізге ескерту берілмейді. Ал сіз бүгін жаңбыр жауатынын білмедіңіз, сіз бүгін өте ашық киінемін деп шешім қабылдадыңыз, түсіңізде жаңағы жаңбыр жауатынына белгілер келіп жатқан болса, сіз ойламағаныңыз үшін, бұл міне ескертуге жатады. Сондықтан да измена етті, түсімде измена етіп жүр, негізі измена етіп қойған деген әйелдер, сіздердің түстеріңіздің барлығы бұл жаңағы түс түлкінің боғы деген сандыраққа келеді. Нақты измена бұл сіз ойламайсыз, және де ол басқа халдермен кірелетін тағы да ескертемін. Бұндай түстерді көрген адамдар болса, әлбетте WhatsApp-қа жазса болады.